Ер жігіттің құлағына жар қылып алар қызының шешесіне қарасын. Шеше көргенді ал, алма ағашынан алысқа түспейді. Сонан соң әкесіне қара. Әке қатал әрі мейірімді болу керек. Билігі еркекте болған үй береке. Осыны ұмытпа. Еркек балалармен қоса әйелінде тәрбиелейді. Олардың санасына исламды құй. Дін жолын үйрет, оқыт. Аллаға жақынның адасқанын көргенім жоқ. Сондықтан осы іске жақсы көңіл бөл. Алғаның басқаны емес, әуелі сені сыйласын. Күйеуім, ерім, балаларымның әкесі, болашағым деп сыйласын. Әйел сенімен қоса бүкіл әулетіңді құрметтейді. Оның құрметі саған әулетіңнің алдында саған абырой сыйлайды. Оны қадір тұт. Бар жақсы сөзіңді арна. Жұрттың балаларының көзінше құшақтап сүйме. Өзіңнің де оның да қадірін қашарсың. Оның барлығы оңашада қалар іс. Ал басқа уақытта көз қарасың мен оған жақсы жасар ісіңде жетіп жатыр. Оның жасар ісіне араласпа. Ақылды әйел сен араласпай-ақ қажет ақылын өзі келіп сұрап алады. Оны қызған тек жөнімен болған дұрыс. Ал шамадан тыс қызғану ұрыс керіске себепші. Оны ешқашан алдама. Кез келген жағдайда тек шындықты айт. Оның өзіне деген сенімін жоғалтып алма. Сезімнің іргетасы сеніммен қаланатынын ұмытпа. Не нәрсеге де сабыр қыл. Барды қанағат тұт. Әйеліңнен де осыны талап ет. Сол кезде ғана өмірдің барлық тосынсыз жағдайларына қарсы тұра аласыңдар. Ата тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без. Адам есейген сайын балалық шағын азайды екен. Әрине, өмірдің қиыншылықтары менен ауыртпашылықтарына мойымау керек. Бірақ кейде өмір өзі сындырып, сосын орныңнан қайта тұрғызады. Өмір сүруді өзің үйренбесең, өмір саған қаталырақ жолмен үйретеді. Ізің мен көзің тұрғанда, елің жоғалмас. Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың керегі жоқ. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана, әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы. Ақ сүтін беріп аялаған, жанында аямаған ардақтысы. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұру керек. Бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Өзің өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуыңды талап етпейді. Дұшпандарыңа бәрібір сенбейді. Уақыттың қадіріне өлім түсіндіреді. Өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіндіреді. Сөзіңнің қадірін білім түсіндіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді. Бақыттың қадірін сорың түсіндіреді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қадалатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарыңызға көңіліне тиетін сөздер айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген, көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп татқан адам тәттісінің қадірін біледі. Біреуді өсектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолдағы шалынған әр тасына шалын. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Мазалайды санамды бір санасыз мұң. Бәлкім мұнсыз өткен күнде мәнсіз күн мықтысын деп таңданады. Біреулер мықты емеспін, әйелмін ғой әлсізбін. Киесіне келгенде абай болсын иесі. Асып тасса да қу дүниесі, ұлдан немере сүйсең көзің жоғалмас. Қыздан немере сүйсең ізің жоғалмас. Ұлыма арналған 5 қағида. 1. Күшті бол, бірақ дөрекі болма. 2. Мейірімді бол, бірақ әлсіз болма. 3.
Қарапайым бол, бірақ ұялшақ болма. 4. Намысты бол, бірақ тәкаппар болма. 5. Шыдамды бол, бірақ аңқау болма.